Қайырлы күн баршаңызға. Биыл Батыс Қазақстан облыстық зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы кітапханасының кітап қоры Дара қайырымдылық қоры ұсынған иллюстративті кітаптармен толығып отыр. Бұл кітаптармен таныстырып өтер болсақ, ең алдымен сиқырлы қарандашымен таныстырып келеді. Мінекей сиқырлы қарандаш қалай жұмыс жасайды, сол туралы тоқталып кетейін. Сиқырлы қарандаш мынадай жоғары жағында қосу тетігі бар. Басып тұрса, және электронды құрылғы бұл, және де дауысын бәсеңдетуге немесе керісінше қатты шығаруға болады. Сонымен қатар мінекей зарядтың құрылғысы, құлаққабы бар. Екі жанында қосуға арналған тетіктері бар, соларды қосуға болады. Енді қарандаш қалай жұмыс жасайды, соған тоқталып кетейін. Мынадай елдер мен континенттерге саяхат деп аталатын қазақ және орыс тілінде иллюстративті кітабы бар. Бұл кітапты ашар болсақ, ішінде түрлі елдер туралы балаға арналған өлеңдер келтірілген. Мысалы, мен қарандашты қазір оқып көрейін. Бірінші бетін аштым. Куба елі туралы мінекей жолында екен, және жалауы бар. Осының барлығын қарандаш оқиды. Куба. Енді жалауға жақындататын болсақ, сол елден әнұран ойнайды. Енді мәтінді ары қарай оқыту үшін қаламды алып барамыз, жақындатамыз. Ары қарай өзі оқи береді. Енді айыратайық. Және де кітапта мынадай иллюстративті суреттер берілген, яғни әр елдің ертегілеріне қатысты осындай суреттермен толықтырылған иллюстративті суреттер. Бұл балаларға осылай саусақ ұшымен сезінуге, оқып қарауға, байқауға өте ыңғайлы. Енді қазір біздің сиқырлы қарандашымыз осы ертегілердегі кейіпкерлерді деп көреді. Мысалы, баршамызға танымал Аладдин және оның сиқырлы шамы деп аталатын ертегісін оқытып көрейік. Мінекей ашса осындай әдемі сурет шығады. Енді карандашымызды қосып сиқырлы қарандаш суреттерге жақындататын болсақ, кейіпкерлер сөйлей бастайды қазақ және орыс тілдерінде. Немесе жыланға жақындатайық. Жыланның сылдаған дауысын, немесе арыстанға, немесе тышқанға. Яғни сиқырлы қарандаш осындағы кейіпкерлерді балаларға оқып береді. Бұға өте ыңғайлы. Сонымен қатар балалар бұл кітапты карандаш арқылы оқып қана қоймай, түрлі тапсырмалар орындай алады. Оған қосымша мынадай қызықты тапсырмалар деп аталатын қазақ және орыс тілінде буклет жиынтық беріліп отыр. Оның ішінде түрлі тапсырмалар бар. Мысалы айтатын болсақ, осы кітаптағы ертегілер бойынша, мысалы, А мен Б суретіндегі айырмашылықтарды тап дейді, қоян туралы ертегілер. Немесе Аладдинге үңгірден шығуға көмектес деп аталады, яғни лабиринттен шығу. Немесе жаңа айтып өткенімдей, түрлі елдердің, яғни туын, жалауын табу керек, қай ту қай елге тиесілі деген сияқты осындай тапсырмалары бар. Және сонымен қатар мынадай сөз жұмбақ қоса берілген балаларға елдердің астанасын табу арқылы сөз жұмбақты толтыра алады. Мінекей Дара қайырымдылық қоры ұсынған осындай сиқырлы қарандашы бар, иллюстративті, қызықты, пайдалы кітаптар біздің кітапханамыздың қорында бар. Олай болса, біз оқырмандарымызды осы кітаптарды оқуға шақырамыз.